Жүсіп пайғамбар қиссасы. Жүсіптің аңға шығуы. Көктем келіп, күн жылып, жер шираған шақ еді. Жүсіптің ағалары аңға шыға бастады. Әке, Жүсіпжан қыс бойы тар үйге қамалып іші пысты. Бізбен аңға шығып, таза ауада сергісін. Қырда қыдырып, өзенде шомылсын. Жайлау-жайлай білмеген, малды айдай білмейді деген. Біз сияқты түйе бақпаса да, қозы бағып көрсін. Мал баққанға бітеді. Малды баға білсе, бабын таба білсе, кім біледі, құт қонып, ырыстарып, мыңғырған малдың иесі атанар, деп қызықтырды. Жақып дүниеге қызықпайтын, байсалды пішінде. Ақымақтың мал табуға кемдігі жоқ, ақылдының мал табуға септігі жоқ деген. Жүсіп балам өте зерек. Ілімге құштар, хикметке құмар. Мұндай бала ілуде біреу туады. Зерек бала мал бағып жарытпас. Қойдың емес, ойдың соңында жүріп, бар малын қасқырға алғызар. Одан да өздерің ақ сол малды көбейтіп, қолдарыңнан келсе оқуына жәрдем беріңдер, деді. Оған дау бар ма, әке? Болар баланың бетін қақпа, белін бу деген. Әрине, Жүсіптің келелі келешегі үшін жан алысып, жан беруге дайынбыз. Айында араласпаса, ағайын жат, жылында хабарласпаса, жекжат жат. Ер жетіп қалған ініміз ағаларының да үй ішімен қоян қолтық араласып таныссын. Ерт бауырларына жат боп кетіп жүрсе, естіген құлаққа да жақсы емес, деп әкелерін тығырыққа тіреді. Жақып сонда да сылтау айтып, Жүсіпті жібермеудің жолын іздеді. Бірақ шалалығы кетсе де балалығы қалмаған Жүсіпті желік қысты. Ол да әңгімеге араласып, әке, туған бауырларыма неге жібермейсіз? Ол жақта аңға шығып, мал бағып, садақ атып, көкпар тартып, тай жарыстырып қайтар едім. Үйде жатып зеріктім. Bir жолға жіберіңізші деп жалынып отырып алды. Жақыптың жібермеске амалы да қалмады. Қамыққан күйде, әй балалар, бір Аллаға аян. Жүсіп ботам көзімнің нұры, көңілімнің қуанышы, жанымның демеуі, өмірімнің жебеуі еді. Қартайғанда одан айрылар болсам, өзімді мәңгі бақи кешірмеспін деп кемсеңдеді. Ағалары да жан-жақтан жамырап, ағасы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Біз тірі тұрғанда оның тырнағы тұрмақ, бір тал шашы да түспейді деп мақтанды. Жақыптың 10 перзенті шетінен сен тұр мен атайын дейтін батыр еді. Біреуі ұрандап жауға шапса, адам тұрмақ аңның жүрегі жарылып кететін. Екіншісі атқан оғы жүзіктің көзінен өтетін мерген. Енді біреуі ат үстінде шауып келе жатып, түйенің құмалағын іліп түсер найзагер еді. Бір ұлы атышулы сайыскер, қос қылышын жалаңдатып ойнағанда жүзінен от шашады. Айтып айтпай не керек, бұл төңіректе Жақыптың 10 ұлына тең келетін батыр жоқ. Олардың қонысына залымдар тісін, дұшпандар тізесін батыруға дәті шыдамайды. Осындай нығметтер Жүсіптің де көңілін өсіретін. Ол бірде ағаларының күшіне тамсанып тұрып, ағасы бардың жағасы бар деген осы шығар. Мынадай ағасы көп адамға құдай не керек деп астай сөйлеп қойды. Ағаларының алдауы. Жүсіп аңға шығар күні әкесі түнімен көз ілмей, оның ай дидарына тоймай еміреніп иіскеп шықты. Ертесіне ұлын шомылдырып, кекілін тарап, тұлымшағын желбіретіп, ең жақсы киімдерін кигізіп, ағаларына қосып қырдағы малды ауылға шығарып салды. Өзі бір қырдың үстіне шығып, көзден таса болғанша баласынан көз алмай қарап тұрды. Жаратқанға жалбарынып, Жүсіпті бір Аллаға тапсырды. Жақыптың үлкен ұлы Рәбіл Жүсіпті мойнына мінгізіп, біраз жерге дейін ойнатып барды. Сосын Жақуда, одан соң Шамғұн үйден алыстап кеткенше қолдан қолға түсірмей, кезек-кезек көтеріп жүрді. Алыстадық дегенде барып, қаскөй пиғылын көрсетіп бастады. Шамғұн, ей Жүсіп, сен не, жайлауға дейін мойнымызға мініп бармақпысың? Аяқ қолың бар, өзің жүр, деп 7 жасар баланы алдыға салып қуалады. Жүсіп не боп, не қойғанын түсінген жоқ. Ыстық күнде тікен қаптаған құм далада жалаң аяқ жалаңбас жаяу жүруге мәжбүр болды.
қарны ашып шөл қысты. Ас-ауқат ағаларында еді. Олар нәр татырмады. Әр ағасына бір жалтақтап су сұрады. Олар түсіңде көрген бәйтеректі саяла деп мазақ қылды. Нан сұрап еді, түсіңдегі қамқоршы ай мен күннен сұра деп әжуалады. Жол азабын бір көрсе, ағаларының қорлығын екі көрді. Ерні кезеріп, маңдайы тершіп, балтыры талды. Жүруге жарамай еңбектеп барып құлады. 10 ағасы Жүсіпті қоршап алды да сөздің ашығына көшті. Әкеміз сені нағыз пайғамбардың тұқымы деп айтады. Пайғамбар Тәңірдің досы емес пе? Өлім досты досқа апарып жалғайтын алтын көпір деген. Уақыт оздырып қайтесің? Ана дүниеде күтіп отырған ұлы досыңмен неге тезірек қауышпасқа деп көздерін алартқан кезде Жүсіптің жүрегі аузына тығылды. Шошып кетіп ең өлген ағасы Рәбілдің аяғына жығылды. Ағатай, әкемнен соң арқа сүйер асқар тауым сен едің. Мені құтқара көр деп жалынды. Рәбіл, әй, сен түс көргіш едің ғой. Түсіңде бұл ажалдан аман шығудың жолын ешкім айтпады ма деп мазақтады. Жүсіп шамғынға жақындап еді, ол аяғымен әрі аунатып итеріп жіберді. Ол енді Жақуданың алдына еңбектеп келіп, ағатай, жаның ашысын, үйдегі ең мейірімді жан сен едің ғой. Мына бәледен құтқар деп зар иледі. Інісінің көз жасы Жақуданың жүрегін жұмсартты. Ол бауырларын райынан қайтармақшы болып, Жүсіпті өкпеге қисақ та өлімге қалай қиямыз? Мұндай зұлымдыққа қолымыз қалай бармақ? Ол да бауыр етіміз ғой, пайғамбардың тұқымы. Ертең қияметте Тәңір алдына барғанда не деп жауап береміз? Деді. Мына сөзге Рәбіл мен Шамғын ашуланып, ей Жақуда, сен үйтіп құбылма, жүрегің езіледі екен, неге басынан айтпадың? Әлде ақыретің ендесіңе түсті ме? Қайталанған дерт жаман, қайта бұзылған серт жаман. Жүсіптің көзін жоямыз деп келістік пе, сертіңде тұр деп жеки сөйледі. Олардың көздері қызарып, беттері түтігіп кетіпті. Алған бетінен қайтар түрі жоқ. Жақуда мойынға қан жүктегісі келмей, Жүсіпті тағдырдың тезіне салмақ болды. Ол, әй бауырлар, інісін кескілеп өлтіріпті деген ат жаман. Жақын маңда Нұх пайғамбардан қалған 40 құлаш құдық бар. Оны бір заманда Нұхтың үлкен ұлы Сам қазған еді. Суы ащы болғасын қараусыз қалып кеткен. Қазір оның іші бақашаян құрт құмырсқаның мекеніне айналған. Аяқ қолын байлап сол құдыққа тастайық. Қолды қанмен былғап қайтеміз деді. Бәрі бұл ұсынысты қош көрді. Жүсіптің бар киімін сыпырып алып, шыңырау құдықтың басына дедектетіп сүйреп әкелді. Жүсіп, тым болмаса жейдемді қалдырыңдар, тірі жүрсем әуретімді жабар, өлсем кебінім болар, деп жалынды. Ағалары сөзіне құлақ салмады. Аяғына арқан байлап құдыққа түсіре бастады. Ортасына жеткенде Рәбіл, талқаның таусылмаса табытқа да түспессің, деді де арқанды кездігімен қиып жіберді. Осымен іс бітті. Жүсіптің шыңғырып жылаған даусы құмығып барып, мүлде естілмей кетті. Ағалары аттың басын кері бұрып ауылға қарай шаба жөнелді. Құдыққа тастау. Жүсіп ойбайлаған күйі басымен төмен қарай құлдилап бара жатты. Енді бір санаулы сәттен соң бас сүйегінің тасқа ұрылып, мылжа-мылжасы шығары анық еді. Саналы ғұмыры көз алдынан зымырап өте жөнелді. Зәресі ұшқаны сонша, уа Тәңірім, жар бола көр деп жан жүрегімен жұлын жүйкесімен ышқына ашыңғырды. Осы сәтте Тәңірісі періштесіне, әй Жәбірейіл, Жүсіпті қағып ал, басынан бір тал шашы түспесін деп әмір қылды. Жебірейіл мамық қанатын төсеп, Жүсіпті кірпік қаққанша қағып алды. Құдықтың түбіндегі қотыр тастар дереу жұмсақ топыраққа айналды. Топырақтан заматта жұпар иісті гүлдер өсіп шықты. Құйрығынан жарық шашатын қоңыздар пайда болды. Шыңыраудың іші жап-жарық нұрға айналды. Періште Жүсіптің жалаңаш денесіне жұмақтың жып-жылы жібек көйлегін кигізді. Құдықтың түбінде жылтырап бұлақ ағып жатқан. Суы жарамсыз, ащы еді. Періште Каусар бұлағынан бір тамшы су тамызды. Сол-ақ екен бұлақтың суы бал татып сала берді. Жүсіп шөлін басып, есін жиды.
жүрегі әлі де болса дүрсілдеп соғып тұр еді. Қарны шұрылдады. Хақ тағала менің досыма сәлем беріп тағзым етіңдер деп құдықты мекендеген барлық құрт-құмырсқа бақа-шаянға әмір етті. Олар індерінен шұбырып шығып Жүсіпке ізетпен сәлем берді. Әміріңе құлдық, алдияр тақсыр не бұйырасың, деді басын иіп. Осылайша Жүсіптің құдықтағы хикметті өмірі басталды. Құмырсқалар құнарлы дән тасыды. Құстар төбеден жеміс-жидек тастады. Баланың көңілін аулау үшін жылан мен бақалар неше түрлі өнер көрсетіп, би билеп ән салатын. Жүсіп құдықта жатып зерікпеді. Есесіне иманын жаңалады. Жомарт Алланың өзіне назары түскенін анық ұқты. Көкірек көзі ашылып, ақыл есі толысып, ой толғамы пайғамбарларға ұқсай бастады. Ол осы нығметтерге шүкір етіп, сахар мен намазшамда Алланың есімдерін ұлықтап, зікір айтуды үйренді. Бір күні Жебірейіл періште келіп, «Ей Жүсіп, сүйінші, Жаббархақ саған пайғамбарлық дәреже сыйлады. Алмақтың да салмағы бар деген. Ағаларыңнан қорлық көрсең де, тәңіріңнен тарлық көрмедің. Бұл жерде неше жыл жатарыңды бір Құдай өзі біледі. Хақтан үмітің үзілмесін. Малғұн сайтан ғана Алладан үмітсіз. Барға қанағат, жоққа сабыр етесің», деді. Жалғасы келесі шығарылымда.